Сіз білмейтін әлемдегі қызықты деректер. Біздің әлем біз ойлағаннан гөрі қызықты әрі алуан түрлі. Айналамызда күн сайын жаңа оқиғалар мен біз білмейтін дүниелер орын алып жатады. Бұл жерде әлемдегі барлық нәрселер туралы ең күлкілі ақпараттар мен ерекше деректерді ұсынамыз. Шетелде барлығы Чебурашканың жынысы қыз екеніне сенімді. Пипедастра спорттық топтарды қолдау тобындағы қыздардың қолдарына ұстап шығатын түрлі түсті шашақтарының аты. Қытайдағы мектептерде балалардың үлгерімі жақсы болу үшін сабақ уақытында 20 минут ұйықтап алуға рұқсат беріледі. Акулалар туылмай тұрып қауіпті болуы мүмкін. Мысалы, ғалым Стюарт Спрингер жүкті акуланың ішін тексеріп жатқан кезде оны эмбрион тістеп алған. Рубик текшесі әлем бойынша көп сатылатын өнім. Ал екінші орында iPhone. Хамелеонның тілі денесінен 2 есе ұзын. Жүгіруші спортшы алғашқы 10 метрлік қашықтықта көлікті озып кете алады. Алып комода кесірткелері бұғы мен қабанға да шабуыл жасай алады. Әрбір 4-ші американдық көгілдір экраннан көрсетілген. Егер сары канария қызыл бұрышпен қоректенсе, оның қауырсындарының түсі ашық сарғышқа айналады. Тепе-теңдік пен аэродинамикалық қасиеттерді дәл сақтау үшін бүркіт бір қанатынан қауырсынның ұшырып алса, екінші қанатынан бірдей қауырсынды жоғалтады. Жаңғақты шағу үшін оны ыстық суға 48 сағат салып қою жеткілікті. Хеопс пирамидасының тақталарының арасында тіпті үшкір жүзді өткізу мүмкін емес. Жүргізушілер киіктерді аңшыларға қарағанда көбірек өлтіреді. 5 қабатты ғимараттан егеу құйрық ешбір зақымдарсыз құлап түсуі мүмкін. Шаянға құйылған алкогольдің кішкене тамшысы да оны есінен айырады. Шаян тіпті өзін өлтіруге дейін барады. Әлем бойынша ең көп таралған тіл Қытай тілі, ал екінші орында испан тілі. Ағылшын тілі үшінші орында алады. Әлем тұрғындарының 70%-дан астамы ешқашан телефон қоңырауын естімеген. Африкада 40 адамның біреуінде ғана телефон бар. Төменгі жиілікті киттің дауысы. Бұл тірі жаратылыс шығарған ең қатты дыбыс. Дене ұзындығы 18 метр дейінгі алып кальмардың көздері футбол тобына тең. Егер егеу құйрықтардың көбеюі соншалықты, 18 айда 2 егеу құйрық және олардың ұрпақтары миллионнан астам егеу құйрықтарды дүниеге әкеледі. Жерге күніне 10 тонна ғарыш шаңы түседі. 100 микротолқынды пеште жарылып кетеді. Кока-кола бастапқыда жасыл түсті болған. Сиырды баспалдақпен көтеруге болады, бірақ түсіру мүмкін емес. Жалқау адамдар өмірінің 75%-ын ұйқыда өткізеді. Жирафтың тілінің түсі қара, оның ұзындығы 50 сантиметрге дейін жетуі мүмкін. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Тіркеліп, лайк басып, қоңырау шаны басып кетіңіздер. Рахмет.